Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын медовый торт пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен балды ыдысқа салып, орташа отқа қоямыз. Үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Балға соданы қосқаннан кейін реакция жүреді, яғни балымыз 2 есе ұлғаяды. Осындай қызғылт, қоңырқай түс шыққанша балымызды араластыра береміз. Кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, ерігенше араластырамыз. Майымыз еріді, бізде осындай масса шықты. Келесі кезекте жұмыртқаны, қант және де шым-шым тұз салып, жақсылап миксердің көмегіменен ағарғанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз осылай әппақ болып көтерілді. Енді оның үстіне дайындаған бал мен сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алған соң, осы массамызға електен өткізілген ұнымызды біртіндеп бөліп отырып қосып араластырамыз. Менде видеода көрсетілмей кеткендіктен ескертіп отырмын сіздерге. Ең алдымен міндетті түрде ұнымызға разрыхлительді салып араластырып алуды ұмытпаңыздар. Ұнымызды толық қосып біткен соң, соңында бізде осындай қою масса шығуы керек. Пергамент қағазымыздың үстіне диаметрі 24 см болатындай форма сызып алдым. Үстіне 2 лопатка қамырды салып, жайып шықтым. Және де 180 градуста қызып тұрған пешімізге 6-7 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді кондитерлік кольцоның көмегіменен корждарымызды кесіп, түзулеп аламыз. Корждардың шетіндегі қалдықтары тортымызды әсемдеуге қажет болады. Мінекей корждарымыз осындай жұп-жұмсақ болып шықты. Ендігі кезекте кремін дайындауға кірісеміз. Ыдысымызға 20% сметанамызды құйып, оның үстіне ванильді қантымызды салып, және де сгущенкамызды құйып, миксердің көмегіменен жақсылап араластырып аламыз. Кейін творожный сырымызды салып, оны да миксерменен араластырамыз. Мен тортымның арасына тезірек сіңсін деп, осылай сұйықтау қылып жасадым кремімді. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қоюлау қылдырып жасасаңыздар болады. Енді корждарымызды жинауға кірісеміз. Әр корждың арасына кремді жаға отырып, жинаймыз. Тортымызды жинап болдық. Қалған корждарымыздан осындай ұнтақ жасап, тортымыздың бетіне сеуіп шығамыз. Және де кез келген жидектердің түрімен әсемдесеңіздер болады. Тортқа қажет ингредиенттердің барлығын төменде описанияда жазып кеттім. Дайын болған тортымызды міндетті түрде кемінде 5-6 сағатқа холодильникке қойып алуымыз қажет. Сол кезде креміміз тортқа сіңіп, өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Мінекей балды тортымыз, яғни медовый тортымыз дайын болды. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте нәзік, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Бұл торт өте дәмді болғанымен қоса, кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, сондай-ақ достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің алдағы уақытта шығатын рецепттерімді өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Әсем, сау болыңыздар.